Кейде түсінік бар, жансақ түсінік бар. Жаңағыдай отбасында, шаңырағында қыз дүниеге келсе, ата-анасы, әкесі немесе оның бауырлары жаңағыдай қабақ шытатындар бар. Қыз келді деген секілді. Менсінбеушілік, төмен санаушылық, немесе жаңағыдай мен ұл күтіп едім ғой деген секілді қызға қуанышпен емес, керісінше жаңағыдай ренішпен қабылдайды. Олай жасамау керек. Қыз деген қазақта айтады, қыз деген ырыс дейді. Ол ырыс несібе. Қыздың ырысы, қыздың берекесі ерекше болады. Барлығымыз анадан туамыз. Қыз дүниеге келмесе, бала қайдан туылады. Сондықтан біріншіден біз оған налымауымыз керек. Оған тәкаппарланбауымыз керек. Алла тағала біздерге солайша ескертеді. Қыз дүниеге келген кезде кейбіреулердің жүзі, түрі бұзылып, олар ашуға беріледі деп Алла тағала сондай ата-аналардың сипатын бұрынғы исламнан бұрынғы дәуірде де осындай ата-аналар, осындай әкелер болған. Біздерге соны мысал ретінде береді. Ал негізінде ұлды да беретін, қызды да беретін Құдай тағала. Ұлдан ризық несібе мол бола ма, қыздан ризық несібе мол бола ма, немесе ата-ана қартайғанда ұл баға ма, қыз баға ма, оның тағдырын Құдай тағала береді. Сондықтан иншалла біз дұға жасауымыз керек. Ұлдан да, қыздың да қайырын сұрауымыз керек иншалла. Ешқашан қыз дүниеге келді деп, қызым келді, ұлым болмады деп ренжімеу керек. Керісінше иншалла сол қыздарымыздың дүниеге келгені, ол оның ұрпағы. Ол ұрпағы, оның дұғасы, оның жасаған ізгі амалы, ол ата-анасына қабыл. Иншалла біз